Өткен жексенбіде еліміздің ірі қалалар мен облыстардың орталық көшелерінен Әділет демократиялық партиясының сайлауалды үгіт-насихат автокеруені жүріп өтті. Партия байрағын желбіреткен ойлаған автокөлік қаланың бас көшелерімен жүріп, халық көп жиналатын қоғамдық орындарда аялдады. Алматыда үгіт-насихат автокеруені қала базарларында, теміржол вокзалдарында, кинотеатрлар мен Атакент көрме орталығының алаңында болды. Партия белсенділері қалың жұртшылықтың сұрақтарына жауап беріп, азаматтарға әділеттілікке жол деп аталатын сайлауалды тұғырнамасын таратты. Ондағы негізгі басымдықтар молшылыққа салық салу, жаратылыс монополияларын, оның ішінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін ұлттандыру, кіші бизнеске салдатын қосымша құн салығын 6%-ға дейін, әлеуметтік салықты 7%-ға дейін төмендету, газ, электр қуаты және темір жолмен тасымалдау бағаларының өсуіне заңды түрде шектеу қою. Үгіт-насихат шарасы аясында әділеттіктер барша қазақстандықтарды 15 қаңтар күні міндетті түрде дауыс беруге қатысып, өз таңдауларын жасауға шақырды. Халықты дауыс беруге шақырып жатырмыз. Себебі неғұрын халық соны дұрыс түсініп, өзінің конституциялық құқын дұрыс пайдаланып, 5 жылда бір болатын жағдай ғой. Сондықтан әрине біз халыққа да бәрін айтып жатырмыз. Сайлауға келіңіздер, қатысыңыздар, өздеріңізді конституциялық құқыңды орындайтындай жағдай туып отырғанда пайдалану керек деп.